Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Медеорта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Омарбекова Ботагөз Алпысбайқызы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақ тілі сабақтарында сыни ойлау стратегиялары арқылы оқушылардың жазылым дағдыларын жетілдіру. Бұл бағдарлама 6-шы сынып оқушыларына арналған. Жалпы бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың сауатты жазуға үйрету, ойлау қабілетін арттыру және эссе жазуға деген қабілетін шыңдау мақсатында осы бағдарламаны жазып отырмын. Жалпы неліктен оқушыларға эссе жазу қиын? Эссе жазу оқушыларға қазіргі білім берудің басты талабы функционалдық сауаттылық. Оқушылар ережені біледі, бірақ ойын логикалық түрде жеткізе алмайды. Мәтін құрылымы сақталмай, пікір дәлелсіз болады, дайын үлгіні шаблонды көшіру үрдісі басым. Осы бағдарламаның паспорт ретінде мен мынадай жаңашыл тәсілдерді алып отырмын. Жалпы бұл бағдарлама 6-шы сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама жас ерекшелігіне сай бейімделіп жазылған. Көлемі аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды. Негізгі идеясы жазу тек тілдік емес, танымдық процесс. Жаңашылдығы жазылымды сыни ойлаумен және жасанды интеллектпен біріктіру. Жазылым формуласы тілдік білім емес, ойлау қызметі. Яғни дәстүрлі тәсіл қатесіз жазуға үйрету, фокус, грамматика мен механика. Бұл бағдарлама бойынша ойлайтын, талдайтын, дәлелдей алатын тұлға қалыптастыру. Ақпаратты қабылдау, ойды құрылымдау, дәлелді жазу, рефлексия жасау. Жалпы осы бағдарламаны меңгерген оқушылар осы 4 бағытты меңгереді. Бұл бағдарламада мен 4 модульге бөліп отырмын. Бұл модульдер бойынша бірінші модуль сөйлем құрау, яғни бірінші қарапайым мағыналық тұтастық. Балалар сөйлем құрауды үйренеді 8 сағат бойында. Екінші абзац жазу 10 сағат бойында бір тақырып, бір абзац сөйлемнен абзац құрайды. Үшінші модуль бойынша жәнегі кіріспе негізгі бөлім, қорытынды бөлімді құрастырады, мәтін құрастыруды үйренеді. Төртінші бөлімде жетілдіру және рефлексия, өз мәтініне сын көзбен қарау. Жалпы осы модульдерге тереңірек тоқтала кететін болсақ, бірінші модуль ойдан сөйлемге дейінгі қадам. Бұндағы бізге алға қоятын мақсатымыз аяқталған бір ойды бір сөйлемге сыйдыру. Негізгі фокус сөйлем мағынасы, логикалық байланыс, пікір білдіру бастамасы. Мысалы тапсырмасы, мысалы бір ой, бір сөйлем. Оқушы өз ойын ауызша айтады, сосын жазбаша бекітеді. Және өзінің жазған дүниесін ChatGPT көмегімен сөйлемнің нақтылығын салыстырып талдайды. Екінші модуль бойынша сөйлемнен абзацқа дейінгі жүйелілік. Мақсат бір тақырып, бір абзац қағидасын меңгеру. Негізгі фокус, негізгі ойды анықтау, дәлел келтіру, мысалмен түсіндіру. Мысал тапсырмасы, артық сөйлемді табу және ой пирамидасын құру. Оқушылар абзац ішіндегі логиканы бұзып тұрған сөйлемді анықтап дәлелдейді. Үшінші модуль сыни ойлау арқылы мәтін құрастыру. Яғни оқушы мәтіннен кіріспе негізгі бөлім, қорытынды бөлім құрылымын мінсіз сақтайды. Бұндағы мақсат негізгі фокус, иерархия, негізгі және қосымша ой, дәлел мен түсіндірме балансы. Мысал тапсырмасы ойды басқан, негізгі ой өзгерген, кейде мәтіннің қалған бөліктері, яғни мысалдар, аргументтер қалай өзгеру керектігін талдайды. Төртінші модуль бойынша оқушы өзінің жазған мәтінін редакциялайды және өзіндік рефлексия береді. Ары қарай оқыту тәсілдері бұндағы жазылымдық модельдеу, визуализация, интерактивті талқылау, рефлексия. Келесі, бұл кез келген мәтінді біз оқушының жазған жұмысын жасанды интеллект арқылы сөйлемді қалай жасатамыз деген мәселе бойынша олар осы платформалармен жұмыс жасайды. Әр оқушыға жеке тәсіл беріледі, саралап оқу, ол оқушылардың деңгейіне байланысты осындай тапсырмалар беріледі. Келесі, нәтижені қалай өлшейміз? Оқушы жәнегі сабақтың соңында құрылым және мазмұн, рефлексия деңгейі, дәлелдеме базасы, тілдік байлық. Яғни ең соңында оқушы сөздік құрылымын сақтаған эссені жаза алады. Жалпы қорытындылай келсек, бағдарламаның басты жемісі өз ойын жүйелі құрылымды дәлелді түрде еркін жаза алады. Оқушы кез келген мәтінге ақпаратқа сыни көзқараспен қарайды. Тілдік білім тек мектепте емес, өмірлік жағдаяттарда ауқымды қолданатын тұлғаға айналады. Назарларыңызға рахмет.